Бүгінгі көрсетілімді бағасы кішкене жоғарылау, бірақ өзіне сай көліктерді көрсетеміз. Ал бастайық кеттік. Мынау қандайды көрсетейік сол. Шек-шетімен мұндалап тұрған. Көрейік ал. Не деп тұрған. Так, жағдайы. Сыртты күйе келбеті. Осы 19 жылғы 13 миллион 900 мың сатып 51 мың 700 жүрген дейді. Мынау Toyota не дейді ол? Көріп кетейік. Осы қатар шетіне бәрін қарап шығайық. Так, қазір көреміз, сыртын таныса аламыз ғой бірінші менен. Мына жерінде не бар екен де? Жарылған ба дейді ме? Жарылған ба? Жағдайы осы. Бұл Camry 2013 жылғы, пробег 22 мың дейді. 3.5 дейді, объемы 10 миллион 800 мың жатыр екен. Мынандай ерекше Nissan тұр. Өте ерекше екен түрі. Қараңыздар сол. Шынымен ерекше ғой. Айнасы қып-қызыл. Өзі мынандай. Қазір көрейік, не деп тұрған бұл. Жук болса да ерекше болып көрініп тұр. Қараңыздар, әдемі деп тұрған ба, не істеп тұрған. Так, дискісі дөңгелегі мынандай. Біз бағасын берейік шо. 2014 жылы 10 миллион 49 мың 500 жүрілген екен. Ерекше BMW тұр. Кімдікі ма, сен кімсің? Ал осы машина не қызығады айтып жүресің бе? Не қызығады осы машина? Қарап жүр екен мына олар. Шырайын алып мадың сыртынан қарап. Екі адамдық. Ал жөбесі ашық. Бұл жабылатын болар, жабылады ғой. Іші мынандай мінекей. Екі адам отырады да арылдатып алып басады осылар. Ал көп кішкентай ойыншық машина. Мынандай машина көріп қалдың ба не? Ойыншық машина сияқты. Гүлекеңде келіп қалдым жерде. Мен гүлекеңнен қашып кетедім, сен қалшан жерде. Тауып алдың ба сен? Тауып алдым. Қалай, отырып қойсың ба? Бұл екен да, отырып қойсың, кімдікі екен, сізді ма? Жайнама сатып жүрсің. Пысымала. Хорошо, міне гүлекең отырып Мына осы қызық екен. Нағы отырып қарап отырсың маған сен? Спирттің просто қызық да. Қайсы? Ана неде ойыншық ойнайтын жерлерде машина ойнатамыз ғой балдарды. Сондай сияқты. Сондай ма? Сен жауып отыршы көрейік. Совсем аласа екен. Бармайды сияқты, кешегі нән машиналар барады саған. Ұнамай тұр. Ана бір түйіпті ішіне кіріп кеттім. Сен кім әншек? Мінекей. BMW дейді, срочно сатамын дейді, 2004 жылғы. 3 дейді объемы. Автомат. 8 миллион деп тұр. Вариант обмен бар дейді. 8 мың жүрілген. Адам отырмайды да. Әншек, осындай машиналар неге қызығады? Түсінбеймін да осындайды. Қалай? Спортивный ме? Неге қызығады осындай машина? Соны айтам, қалай несіне? Екі адамдық өзі. Өзі кеп кішкентай дейсің. Бағы қаншалық? Постоянно нет машина емес, үш машина ғой. Соны айтам, бір әдемілікке сәндікке мінеді ғой неде болса. Бағы не қанша кетеді? 60 литр ме? Бір қалай кетеді ау? Осы жағдай. Түбі жауылатын шығар, әншек жауылады ғой. Автоматический ме? Мінекей BMW керек болса. BMW-ның көкесі дейм бе? Көкесі деп қоям, білмеймін. Бұдан да жақсы BMW-лар бар ғой. Көрсетіп ғой тек. Не деп тұрған? Қарайық. BMW. Так. Неге артынан қарағанда деп қоям ғой. Бұл объем 4 дейді ғой. Бағасы қайда? Бағасы 9 миллион дейді. Короланың түсі ерекше екен. Сосын тоқтап түсіріп атыр екен. Екен экстра ағалар қарап атыр. Сұралсайын деп. Жылын көрейікші. 2011 жылға 1.6 дей ме? Автомат дейді. 176 мың жүрілген. 6 миллион 800 мың сұрапты. Телефон нөмірі көріп тұр. Осындай ерекше түсті Corolla жағдайы. Жағында көрсетіп жіберейін. Сақталай қарағанда күй жақсы сияқты. Мынау Toyota'нда әдемі болып көрініп тұр. Көріп кетейікші. Так, не деп тұр? 2019 дейді. 16 миллион 400 мың дейді. Көрейік ал. Неге сондай баға екен? Сыртына қарағанда осы. Штик тұр. Мықты. Тамыздар мықты қозалды. Toyota Highlander дейді. Не мұндалап тұрға бұдыла жарық. Toyota'лардың қайсысы жақсы ғой. Қазір көрейік. Не деп тұрған бұл Highlander'дың? Не деп тұрған деп айта бермеш дейді шығар. Енді солай айтуға тура келеді. Шынымен не деп тұрған білуіміз керек қой. Так, мінекей. Ішкі салон. Маңдай бұл Highlander'дың.
Жылы 2019 дейді. 15.800 жүрілген. 15.800 бе? 28.000 жүрілген. 28.000 жүрілген. Американ дейді. Объем 3/5 дейді. 18 миллион деп тұр. Ал осы жағдай. Қып-қызыл Раптор тұр. Не дейді бұл Раптор? Жақсымын дейді. Қызыл екен. Әдемі екен. Басқа ақтаған қарағанда. Басқа цветтер әдемі көрінеді. Раптор мінекей жағдайы. Қазір бағасын көрейік пе? Іші ашып тұр мінекей. Салоны. Соның жағдайы. Сый көріп тұрсыздар. 8 миллион 900 мың дейді. 2011 жылға. Телефонына жазып саудасы бар дейді. Саудасы бар деп жатсың ғой. Я нешеге барады? 8 миллион 900 деп тұрсың. Көрермендер өздері қалалса ютубқа түсіріп отырмын. Қып-қызыл әп-әдемі санады екен мынау да. Арқасында қызыл Subaru тұрғанда көрсетеміз. Күшті екен. Не сияқты да? Corolla сияқты ба? Не сияқты? Camry сияқты екен. Санаты лимитовый дейді. Салонын көріп жіберейік. Салоны кожа ма? Мінекей салон осындай. Панорам крыша. Мінекей. Так, қазір көрейік жағдайын. Сыртын дұрыстап көріп алайықшы. Родной краска дейді. Әдемі де. Міне ол трассада кетіп батқанда дейсің. 2014 жылғы 75 мың километр жүрілген. Объем 2/4 9 миллион сұрап тұр. Салоны кожа дейді. Телефон нөмірі осы. Ағаның екі машинасы болып тұр ғой. Солай ма? Қайсысы бір? Мына машинадан түсті. Мына машинада отырды да бұл ағай да? Иә. Так, көрсетіп кетейік, не машина сатып тұрған екенсіз. Так, бұл Toyota'ны не деп тұр? Ағамыз 2011 жылғы дейді. Объем 2/5 дейді. 7 миллион 700 мың сұрап тұр. Телефоны мынау міне көрініп тұрса. Так, неге сыртында көрсетіп жіберейік бұныңда. Осы Toyota'сы ағайдың. Екеуін бірге сатып тұр. Санаты менен бірге. Subaru'ды көрсетем дедім ғой жаңа. Көрсетіп жіберейін. Төрт есігін бәрін ашып қойыпты. Қанатын жайып тұрған машина сияқты. Шайын деп дейсің ғой. Неге салоны бұл осындай Subaru'дың екі частарын. Ютубқа саламыз. Срочный деп айтып қойын, беріп жіберем ақшасын. Ал срочный беріп жіберем дейді. Ақша керек болып тұр дейді ғой. Қаншаға түсіресіз? Конкретно айтыңыз. 12 миллионға беріп жіберем. 12 миллионға беріп жіберем дейді. Қай жылы өзі? 19 жылы. 19 ба? Так, вложение ештеңе керек емес пе? Айдетте кете бере ма? Без вложения. Один хозяин дейді ғой. В отечественном состоянии жазып қойыпты. Без вложения дейді. Мінетте кете береді дейді деген. Квартира алып отырамын, соған ақша керек. Ал, срочно ақша керек дейді. Так, нөмірді дұрыстап көрсетіп жіберейінші, қайсы нөмір? Мінекей астында нөмірге осыған хабарласасыздар. Срочно дейді, соглассаңыздар. Тағы да түсіріп тұрған сияқты. BMW ерекше екен, ерекше әдемі екен де. Қалай көрмейміз бұндай әдемі машиналарды? Цвет әдемі да? Қалай көрсетпейміз. Қараңыздар, қандай әдемі екен. BMW. Әдемі десе әдемі, действительно көруге тұрады. Мінуге тұра ма, қазір бағасын көрейік. 2009 жылғы 12 миллион 500 мың дейді. Объем 3/5. Ал жағдай осы. Кабеске көккүмбек әп-әдемі жалтырап тұрған. Так, не керек? Көженде сатып жүр ал керек болса. Барлық жағдай бар, бәрі сатылады бұл жерде деген. Так, Kia K5 2020 жылғы. Объем 1/6 турбо дейді. Бағасы 14 миллион 800 мың. Саудасы бар дейді, телефон жазылып тұр. Так, панорамалар екен. Іші кожа дейді ме салоны? Көрейік та, мінекей кожный салон дейді. Салонда мықты керемет. Биік машиналарды көрсетіп қойықшы. Land Cruiser. Шик-шик дөңгейіп тұр ғой. Так, көрейік ал. Есік жауып екен, ашып кеткен. Жауып тұр есігі. Так, жағдайы. Сырты. Жағдайы мінекей, Land Cruiser. Бағасы жоқ екен, келісім бойынша дейді. 2013 дейді, объем 2/7 дейді, автомат дейді, кожа дейді. Ал осы. Lexus'ты көрсетіп кетейік сонымен қатар, Land Cruiser'мен қатар. Мінекей Lexus'тың жағдайы енді қазір ескі Lexus сияқты білген жылы ескі екен. Қазір көреміз қай жылы екен. Сырттан қарап айтып тұрғаным ғой. Lexus 470 деген осы көк.
бағасын дегенді. 2005 жылғы объемы 4,7-11 миллион дейді. Телефон нөмірі жазылып. Осындай бұл жарықтық Lexus'тың бағасы. Кетейік ағай. Аудиді көп кетейікші. Не деп тұрған аудилер жақсы машина негізінде. Әдемілік жағынан бар ғой. Мықты. Басқа жағынан да мықты болар, енді айдап көрген жоқпын. Айдап жүргізіп көрген адамдар айтады. Айтып отырыңыздар қалай екен аудидің. Мінекей салон бөлек ашық тұр екен. Қандай мінекей саудаласып жатқан сияқты ішінде мына жерде ағалар. Қазір білейік. Қалай, 2 турбина дейсіз бе? 2 турбинамен дейді. Машина қыздырып қойған, сыбырлап тұр ғой. Қанша дейсің? Audi A6 дейді, 2017 жылғы объемы 2 дейді. 87 мың жүрілген, 18 миллион екен сұрап тұрған. Кожа дейді оған. Салон. Audi ішері краскіленбеген дейді, өзінің краскісі дейді. Багажын ашып жатыр, көрейік ал. Аға саудаласып жүрген сияқты. Қарайықшы. Несін көріп жатса? Дөңгелек. Родной дөңгелек. Бірде рет қолданбаған дейді. Дөңгелек жарылып көрген жоқ сонда. Мықты. Молодец. Жоқ, қаланың ішінде жүрген болып тұр, тек асфальттың ішінде. Да? Өзің новыйлай алдың ба? Новыйдан алдым дейді, бірінші хозяйнмын дейді. Осы. Ал мына Джекті новый дейді. Новый ма сонда не? Алыңдар, гаражда тұрды. Гаражда. Болды. Қыздырған жоқсың, жүрген жоқсыңдар. Она еще на зимней резине еще. Даже не переобували. Стояли. Немен тұр ғой, шипимен тұр ғой, шипимен. Открыть? Давай ашып көрейік. Қарап кетейік енді. Джек не деген мынау? Қалай несі? Так, мінекей. Қазір сыртын айналдырып бір көріп алайық. Есігін ашқанша. 360, массаж. Ал, не, массаж бар ма еще сиденкісінде? Мықты ғой. Она еще на гарантии. 3 ТО пройдено, все своевременно. Ал. Şimdi ұйықтап жата беруге болады массажында алып келіп. На Сүйінбай. Сүйінбай. Джек манжетті дейтін осы ма? Манжетті деген осы ма? Так, 12 миллион 500 мың дейді. Так, 2021 жылғы айдаған жоқпын дейді, тұрды дейді ғой. Он родной. 24 мың жүрілген дейді, кожа дейді, телефон нөмірі жазылып. Ал, өзі Қытай болғанменен моторы Япония дейді ғой. Неке осы. Mitsubishi какого оно? Mitsubishi какой оно? Мотор Не Япония знаю, деп какой мақтап честно говорю, мне сказали, на Өзі Қытай заводе, болған. что, грубо говоря, это ответить. Осы жағдай. Ою қойған ғой. Оюлап қойған ба? Түсі әдемі екен не? Subaru дейді. Subaru Legacy дейді. Иә. А? Ерекше түседі. Түсі мінекей ерекше мындай болды. Жаға салған ғой. Жаға салған деп қояды екен. Жарға жағатын сияқты болып па? Нал дейтін жаға жағатын. Сондай болып тұр. Мінекей. Бар. Бұлар да әдемі машина, иә? Шалтыратып сүртіп жатыр мінекей. 2015 жылғы дейді, 9 миллион 700 мың сұрап тұр. 2,5 объемы. 166 мың жүрілген дейді, оригинал дейді пробег.